Тортай мінер ақ бозат әңгімеден үзінді. Біздің ауыл салық салғанның иығында отырған. Шілденің дәл ортасы болса да, бұл жерде қоңыр салқын, бұлтсыз күндері тамылжыған тамаша мезгіл басталушы еді. Не ыстық емес, не суық емес, жайлаудың жайма шуақ сәтінде төбеңнен көкпеңбек болып төңкеріліп тұрар аспанға қарағайдың бүршігін лақтырып ойнайсың. Қанша құласаң, ауырсынбайтын, қанша аунасаң, жапырылмайтын күлтеленген күреңсе балапан табанымызға кілемдей жұмсақ тиюші еді-ау. Біздің ішімізде менен 2-3 жас үлкендігі бар Тортай атты бала болушы еді. Әке-шешеден тым ерте айырылып, алыстан қосылар аталастарының есігінде жүретін. Қой аузынан шөп алмас шуас, құлағының сәл мүксі бар. Бала болып көп ойнамайтын, жасқаншақ еді. Бәрімізден гөрі ерекшелігі таңертеңнен кешке дейін бас алмай кітап оқи беретін. Тортай әсіресе мені жақсы көрді. Жанынан бір елі қалдырмайтын. Әкем ферма меңгерушісі. Үйде ішіп жем мол, ит басына іркіт төгіліп жатушы еді. Шешемнің қолынан бір, жолынан 2 алып, әрі күн сайын Тортайға таситынмын. Ол мені алдап, тамақ үшін дос болмайтын. Қайта, мен аш жүргенім жоқ, әкеле берме, деп ұрсатынды. Өз белімен көңіл қошы болмаса, ләм деп аузын ашпайтын. Әрі құлағы қақас еститін болған соң, әңгімеге зауқы бола бермейді. Тек менімен ғана оңаша сәттерде ағыл-тегіл әңгіме құрушы еді. Бір күні мен Тортайды көп іздеп әрен таптым. Тұрған үйі аузына келгенін айтып ұрысып, қуып жіберіпті. Салық салғанның ұшар басындағы қалың қамысты тас қорымның үңгіріне кіріп, от жағып жатыр екен. Ешкім жоқта жылаған секілді. Оттың сәулесі тиген көзі қызарып, домбығып тұр еді. Әке-шешең іздеп жүрер, үйіңе қайт. Қорықсаң, мен шығарып салайын, деді Тортай. Әке-шешең деген сөзді қырсығып айтқандай болды. Ал әке-шешемнің тірі жер басып жүргеніне мен кінәлі емес едім. Сенің жаныңа жата кетсем қайтеді, дедім, оттың шаласын ысырып. Қайтасың, деді ол мізбақпай. Қайтасың, әке-шешең мені басымды жарады. Жармайды, сен мені қума, дос емес пе едік? Ораза намаз тоқтықта ғана деген, тоқ бала аш баламен ойнамайды деген. Мен жауап бере алмадым. Үндемеген қалпы мылқиып отыра бердім. Тортай меңзен, лаулаған отқа тесілген күйі күрсінді. Содан кейін нардан қарғып түсті де тас үңгірдің тесігінен сыртқа қарады. Тас ошақтағы оттың сәулесі тас қабырғаларға түсіп, қоңырқай тартады. Төбеде тесік бар-ау деймін, тырс-тырс тамады бір жерден. Біз ертедегі ескі дүниеде отырғандай едік. Менің кеңсірігім ашып, бір түрлі жылағым келді. Тортай, дедім. Ау, деді. Әңгіме не ертегі айтшы? Баяғыда бір жетім бала болыпты, деп бастады. Баяғыда бір жетім бала болыпты. Әрі қарай күңгір-күңгір күбір-сыбыр ертекке айналды. Бүгінде менің есімде Тортай айтқан ертектің көбі қалмаған. Тіпті сол арманшыл баланың өзінде ұмытқандай едім. Тек баяғыда бір жетім бала болыпты, деп басталушы еді. Ал қалай аяқталғанын білмеймін. Мүлдем есімде жоқ, қалай аяқталушы еді. Менің жадымда тамаша сақталғаны. Ол тас үңгірде шөп төселген нардың үстінде жатып оқыған кітаптары мен өзінің арман қиялы туралы түн ортасы ауғанша айтқан күбір-күбір әңгімесінің еміс-еміс елесі ғана. Мені жып-жылы қойнына алып, ағалық ақылын айтатыны мен сиректігі еді. Бұл дүниеде мен пір тұтар, сырласар жалғыз ақ нәрсем бар. Ол кітап дейтін.
Әкем де шешем де сол кітап. Кейбірін 2-3 қайтара жалықпай оқып шықтым. Жалғыздығын, жетімдігін бәрі ұмытылып, басқа бір жұмақты өмірге сапар шеккендей боламын. Әттең, жағдай келсе, оқуымды одан әрі жалғастырып, Алматыға аттанар едім. Шынымды айтайыншы, кітап жазып, жазушы болғым келеді. Ортай, көзі жайнап, астындағы жақпар тасты тебініп қалғанда, ар жағындағы шатқалға құлап кетеді екен деп, зәре құтым қалмайды. Ақ бозат демекші, түнде түсімде көк өгізім арғымақ болып, жер тарпып кісінеп тұр. О несі екен? Деп бұзауларыммен бірге қаперсіз оттап жүрген өгізіне күн сап қарады. Тортай, сен түбі сол ақбозатқа мінесің, дедім мен шын көңілмен. Қайдам, деді ол тастан тасқа секіріп, төменге түсіп бара жатып. Қайдан білейін? Әкем марқұмның тақымы қотыр тайға тимей кетіп еді. Қайдан білейін? Күз жақындап, фермадағы барлық бала жайлаудан ауылға оқуға аттанғанда, тау басында бұзау бағып, жападан жалғыз Тортай ғана қалған. Әрине, мен оны қимадым, қиналдым. Өзіммен бірге ала кететін шаманың жоқтығына жыным келді. Кетерімде ол маған ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып айтты. Мен үшін де оқы. Бәлкім, мен міне алмаған ақбозатқа сен мінерсің. Сенің өз ақбозатың бар емес пе? Жоқ, менің маңдайыма көк өгіз жазылған. Онда мен өз ақбозатымды саған сыйға тартамын.